Learns App'қа кіру техникасы. Learns App деп мына Google-ға жазасыздар. Міне Learn App. Одан кейін мына жерде тұрған батырманы басамыз, таңдаймыз. Одан кейін мына жерде дайын тапсырмалар да бар, немесе өздеріңіз құруға болады. Мысалға дайын тапсырма биология деп жазамыз, мұнда дайын тапсырмалар шықты. Соны таңдап орындауға болады. Мұнда әртүрлі пәндер бар. Астрономия, география, химия, математика деген секілді барлық пәндер бар. Өздеріңіз таңдап аласыздар. Сонымен қоса өзіміз де құруға болады. Мысалға өзіміз құру үшін новое упражнение дегенге басамыз. Новое упражнение дегенге басамыз батырмамен. Одан кейін мұнда қарайсыздар, қандай тапсырма құрғыларыңыз келеді. Сәйкестендіру, классификация, хронология өздеріңіз таңдайсыздар. Мысалға біз сәйкестендіру таңдадық. Мысалға аттарын жазасыздар. Мысалға алатын болсақ, органикалық заттар дейік. Органикалық заттар. Деп қоя салайық. Түсінікті да. Келесі описание дегенде сәйкестендіру дейміз. Сәйкестендіру. Арқарда мысалы текст жазасыздар, мысалы органикалық зат дейміз. Немесе көмірсу дейміз, көмірсу дейік. Сосын екінші пара дегенде міне бір пара деп тұр. Оған таңдайсыздар. Картинка болуы мүмкін, текст болуы мүмкін. Мысалға текст оған не жатады? Мысалға глюкоза жатады. Енді создать следующий дейміз. Оған мысалға тағы текст деп. Мысалға аламыз майлар дейік. Майлар. Сосын картинканы басамыз. Екінші тобына картинка. Картинканы басайық. Сонда қызықтырақ болады. Жерге. Картинканы басамыз. Картинка басқаннан кейін мына жерде таңдаймыз. Мысалы, мынаған басамыз. Біріншіге. Сосын жазамыз майларға, мысалға жиры деп. Просто орысша жазғанда тезірек шығады. Жиры. Сосын искать. Сосын міне шықты, например, мына картинканы аламыз да. Қоямыз. Использовать дейміз менеттер. Батырманы басамыз. Использовать деген. Болды. Енді арғардай завершить жасайық. Осы екі тапсырмамен аяқтасақ та болады. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қанша тапсырма құрғыларыңыз келеді. Завершить дейміз. Сосын сохранить упражнение дейміз. Сәйкестендіру. Сосын міне бала өзі таңдайды. Сәйкестендіру. Мысалы майлар, онымен былай кіреді. Сәйкестендіреді. Міне сәйкестендірген кезде үстінде мынандай жанды. Сосын міне көмірсу және глюкоза әнді. Міне тексеру батырмасын басамыз. Сосын жасылмен жанды. Жасылмен жанса барлығы дұрыс деген сөз. Өте тиімді әрі оңай.